Сәлем достар, сіздермен Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай созылып тұратын бір ғана жұмыртқадан жасалатын, табада пісетін, 5 минутта дайын болатын өте дәмді пицца жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып аламыз, шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар, тұзы ерігенше, жұмыртқамыз кішкене көпіргенше жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне 6 ас қасық майонез, не болмаса қаймақ қолдансаңыздар болады. Мен майонез қолдандым, осылай толтырмай 6 қасықты өлшеп салып аласыздар. Өте дәмді болып шығады, бір жасасаңыз қайта-қайта жасай бергіңіз келеді. Жақсылап екеуін, екі массаны біріккенше, сұйық масса болғанша қозғаймыз. Бұл пиццаның дайындалуына 5 минут, пісуіне 5 минут кетеді. Бар болған 10 минутта осындай өте дәмді пицца шығады. Одан кейін оның үстіне толтырмай осылай 6 ас қасық ұнымызды салып алатын боламыз. Одан кейін тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырыңыздар, ешқандай іртік, яғни комочек қалмайтындай етіп, біркелкі осындай сұйықтау масса болғанша. Біздің массамыз қатты сұйық та емес, қою да емес, видеода көрсетілгендей осындай орташа сұйықтықта болуы қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен қызанақты осылай майдалап, кубиктап турап алдым. Бұл пиццаға кез келген начинка жарай береді. Мендегі қазіргі қолданатыным қызанақ және шұжықты қолданып дайындадым. Осылай ұсақтап турап аласыздар, өзіңізге керек мөлшерде турап алыңыздар. Мен бір қызанақты пайдаландым орташа көлемде. Одан кейін шұжығымызды осылай жіңішке етіп, бөліктерге бөліп дайындап қоямыз. Одан кейін табамыздың астын жағып, баяу отқа қойып, бетіне май себеміз. Қатты көп құюдың қажеті жоқ. Құрамында майонез болғандықтан қатты жабыспайды. Және де қамырымызды саламыз. Отымыздың асты қатты болып кетпеуі қажет, өйткені күйіп кетеді. Өте баяу отқа қойып қоямыз да, осылай қасықтың көмегімен қамырымызды жайып шығамыз. Қамырда кішкене қиындықтар болуы мүмкін. Қатты баспай, тек қана беткі бөлігін осылай кішкене қарай, шетіне қарай жылжыта отырып, қамырымызды пиццаның формасына келтіріп жайып алатын боламыз. Осындай массада болса жақсы жайылады қамырларыңыз. Қатты қою болып кетсе, жайылуы қиын болады. Сондықтан дәл видеодағыдай етіп жасаңыздар. Осылай барлық жеріне жеткізіп алдық. Енді баяу отқа бетін жауып 2-3 минутқа қалдырамыз. 2-3 минут өткеннен кейін осылай беті қатайып, піскен байқайсыздар. Одан кейін екінші бетіне ауыстырып алатын боламыз міндетті түрде. Осылай ауыстырдық. Аста баяу отта тұрады. Бетіне осылай кетчупымызды құйып, барлық жеріне жеткізіп жағып аламыз. Қасықтың көмегімен осылай жағып шығыттым. Майонез бен кетчупты араластырып жақсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Сонан кейін бетіне қызанақтарымызды сеуіп шығамыз, барлық жеріне жеткізіп. Оның үстіне сырымызды, яғни ірімшігімізді үккіштен өткізіп қосамыз. Майда үккіштен өткізіп қосыңыздар, сол кезде әдемі көрінетін болады. Көптеу қоссаңыздар, өте дәмді созылып тұратын болып шығады. Бұл пиццаға моцарелла сырын қолдансаңыздар, өте керемет жарайды. Енді әдемілік үшін бетіне шұжықтарымызды қойып шығамыз. Барлығын салып дайындап алғаннан соң, ең соңынан орегано дәмдеуіштерін қосамыз. Бұл пиццаның өте ерекше дәм беретін дәмдеуші. 2-3 минут ұстаймыз, бетіндегі сыры ерігенше. Сонымен біздің пиццамыз дайын, өте керемет болып шығады. Бастысы уақыт үнемдейтін, асығыс кезде жасалатын өте дәмді пицца. Кәдімгі пиццалардан артық болмаса кем емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәм татып көріңіздер.
Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұқа толық піскен, сыры еріп тұр, өте дәмді болып шықты. Мен үнемі осы рецептпен пиццаны дайындаймын. Уақыт үнемдейсіз, әрі тез дайын болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Достар, менің арнамнан осындай өте керемет рецепттерді таба аласыздар. Сондықтан тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе отырыңыздар. Лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Менің арнамнан қандай рецепттерді күтесіздер, комментарияға жазыңыздар. Мен міндетті түрде дайындап сіздермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Мадина.